сайтымыздың адресін береміз. Мектеп деген .kz / міне осы жерден енді vp-admin деген бумаға бағыт береміз. vp-admin тағы да / енді сайтты орнататын install php файлын көрсетеміз. Міне. Ал енді көрейік. Міне. WordPress-тің бірінші беті шықты. Міне. Жайлап танысып оқып көрсеңіз болады. Орнатудан бұрын дейді. Деректер қорыңыздың атын еске түсіріңіз дейді. Дайындап қойыңыз дейді. Қолданушының атын енгізіңіз дейді. Дайындап тұрыңыз дейді. Деректер қорын пайдаланушының және пароліңіз бар болса, пароліңізді дайындап тұр дейді. Осы нәрселер керек болады қазір дейді, орнататын кезде дейді. Ал көрейік, алға жылжып. Алға деген батырма тұр төменде, соны басамыз. Мына жағы енді жылдам кетсе керек. Ал келесі бет шықты. Сұрайды, деректер қорының атын енгіз дейді. Бағанағы жасаған деректер қорымыздың атын енгіземіз. Есіңізде болса, сайт А деп ат қоя салған едік. Қолданушының аты дейді. Қолданушыны біз супер әкімшіні қалдырдық. Ал жеке қолданушының атын құпия сөзін біз кейін енгіземіз дедім. Ал сонымен root супер әкімшінің атын енгізейін. Пароль жоқ, яғни парольсіз енгізуге болады. Одан кейін деректер қорының сервері дейді, localhost деген, ол жергілікті желі деген сөз. Тұра берсін. Ал префикс дегенде тұра берсін. Ал отправить, яғни деректер қорына қарай сайтты жіберейік, деректер қорына қосылу керек, содан кейін ғана сайт орнатылады. Қалай дегенде, CMS өзі деректер қорының ішінен өзіне тиісті кестелерді құрады. Сол кестелерді ақпаратпен толтырады өзіне қажетті. Ал көрейік. Болды дейді, мені көрдіңіз бе? Қалай өте жылдам жүреді екен. Деректер қорымызға енді қосылам дейді айтпақшы. Ал көрейік. Сайт орнатыла бастайды. Содан тағы да бір-екі ақпарат керек дейді. Сайтыңыздың атын енгізіңіз дейді. Міне бұл жерден енгізген сайтыңыздың аты енді сайтыңыздың бірінші бетінен шығады. Сол жерден көрініп тұратын сайттың аты. Бұны енді қазақша жаза берсеңіз де болады. Ал онда қазақ тіліне өтеміз. Алғашқы сайт деген ат қояйын. Мысалы, алғашқы сайт. Қолданушының аты дейді. Қолданушының атын ағылшынша беру керек. Оның астында жазып қойған е. Соны жақсылап оқыңыз е. Қолданылмайтын таңбаларды жазба дейді. Біз қолданушыға кім деп қоямыз мысалы? Мысалы, Арман дей салайық. Ал пароль өзі беріп тұр, мен дайындап. Өте сенімді, надежный деп тұр. Пароль беріп тұр. Егер бұл парольді мен ұмытып қоямын ғой, қиын қоймаған десеңіз, онда парольді қолмен беруіңізге болады. Ол үшін скрипт дегенде басып тастайсыз. Сонда пароль өшеді, кейін қолмен бересіз. Біз осы пароль қалдыра берейік қазірше. Ол үшін оны белгілеп алып мені көшіріп алып қояйын, өйткені менде ұмытып кетуім мүмкін. Онда сайтыма кіре алмай, бәрін басынан қайтадан істеу керек болады. Парольға абай болыңыз. Арман деген сайттың атыменен бір почта адрес бере салайын. Arman gmail.com деп беріп көрейін. Болмаса, онда істеп тұрған өзімнің бір емейл адресімді енгіземіз. Ал кеттік. Бір айтып өтетіні, бағанағы деректер қорымыздың атын енгіздік. Сол кезде құпия сөз болса, оны да енгізер едік. Сөйтіп,
деректер қорын өзі тауып алады. WordPress. Жазып тұр, міне құттықтаймыз дейді. WordPress установлен, орнатылды дейді. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Қолданушының атын тағы бір есіңізге салып тұр. Парольді айтады, өзіңіз қойған пароль дейді. Астында кіру деген батырма тұр. Қайда кіру? Сайтыңызға кіру. Ал, кіреміз енді. Ал, кіру үшін сайтыңызға қолданушының атын енгізіңіз дейді, немесе пошта адресіңізді енгізіңіз. Сөйтіп бағанағы құпия сөзіңізді енгізіңіз дейді. Сонда кіресіз дейді. Қайда кіресіз дегенде, бұл жерде сәл абайлаңыз. Бұл сайттың өзін көру емес. Бұл сайтты басқаратын әкімшілік беті бар. Администратор деген CMS-тің бөлігі бар. Ол жерге кірсеңіз, сайтыңызды ақпаратпен толтырасыз, баптауларын жасайсыз. Барлық мәтініңіз бар ма, суретіңіз бар, видеоңыз барлығын сол администратор деген бөлімнен кіресіз. Яғни есіңізде болсын, CMS екі бөліктен тұрады. Біреуі кәдімгі сайтыңыз, оны браузерден, кез келген браузерден көруіңізге болады. Ал енді администратор деген бөлігі бар, әкімшілік. Ол жерге міне осы беттен кіресіз. Не үшін әкімшілікке кіресіз? Өйткені сайтыңызды ақпаратқа толтырмайсыз ба? Және жаңалап тұрмайсыз ба? Сол үшін мына администраторға кіру керек болады. Міне қолданушының аты мен құпия сөз осы жерге керек. Ал енді әкімшілік бетіне кіріп көрейік. Бірінші сайттың. Бағанағы қолданушының атын енгіземіз. Арман, жеңіл ғана атын енгізгеніз. Немесе емейл, пошта адресіңізді енгізіңіз. Екеуі де жұмыс істей береді. Құпия сөзге, бағанағы құпия сөзді көшіріп алып келемін. Мен ол есімде жоқ. Оны аламын да, мына жерден көшіріп алып келіп қоя салам. Бір шертемін. Сөйтіп, пернетақтан Ctrl V дегенді бассаңыз болды. Ctrl V. Ал құпия сөзіңізді бір көргіңіз келсе, мына көзді бассаңыз көрініп тұрады. Сонымен есте сақтап қойсаңыз да болады. Запомнить меня деген жерге қанатша қойыңыз. Ал кіреміз онда. Войти деген батырманы басамыз. Қазір демде CMS-тің әкімшілік бетіне кіреміз. Міне, барлық жерде бірінші кіргеніңізде құттықтайды. Және WordPress-тің қай нұсқасы екенін көрсетіп тұрады. Версия 6-да 1.1 деп нұсқа тұрады. Оны кейін жаңалап тұруға болады. Бар мүмкіндік бар. Міне көріп тұрсыз, бұл бетте көп нәрсе бар. Оларды қажетін қалдырып, қажет емесін өшіріп тастауға да болады. Жаңалауға да болады. Ол басқа әңгіме. Ал енді сайтты басқаратын құрал саймандар мынау сол жақта тұр. Обновление деген жаңарту. Сізге бір жаңартуды уже ұсынып тұр. Әзірден ұсынып тұр міне. Жаңартуды. Оны қоя тұрайық. Записи, ол сіздің жазбаларыңызды жазатын беттер. Неше бет қосам десеңіз де мүмкіндік бар. Шектеу жоқ беттерге. Оның көп деген баптаулары бар. Медиа файл дегені, сурет енгізесіз бе, видео енгізесіз бе, барлығын осы жерден, осы бөлімнен енгізесіз. Көрініп тұрады, библиотека дейді, кітапхана, немесе жаңасын қосасыз ба дейді. Беттер қосасыз ба сайтыңызға, қанша бет қоссаңыз да болады. Комментарийлерді өшіріп тастауыңызға болады, комментарийді қосуыңызға болады. Комментарийлермен жеке жұмыс істеуге болады. Кейбір ұнамайтын комментарийлерге блок қойып тастауыңызға болады. Барлығы бар. Сыртқы түрі дейді. Яғни сайтыңыздың сыртқы темасын, дизайнын түрлі өзгертуіңізге болады. Өте үлкен мүмкіндіктер бар. Бұл бөлек әңгіме. Оны осылай орнатып, егер осы жерге дейін келген болсаңыз, ары қарай әртүрлі жаттығулар жасап, кіріп, көріп, қорықпастан үйрене беруге болады. Ішінде жүріп үйренген жақсы болады. Мен қазір бұл әрқайсысына тоқталып кірмей қояйын. Басқа әңгімемізде жеткілікті. Плагин деген бұл CMS-ке қосымша көмек беретін, қосымша мүмкіндіктер беретін кішкентай программалар, PHP программалар. Мыңдаған плагиндер бар. WordPress-ке арналған. Оны интернеттен жүктеп алып, қалаған плагиніңізді орнатуға болады. Әр плагиннің өзінің
істейтін жұмысы бар. Сол жұмысы керек болса ғана, қажет болса ғана плагинді орнатасыз. Плагинді көбейіп кетсе, сайтыңыздың жұмысы жайлап қалады, баяулап қалады. Онда ескеруіңіз керек. Мүмкіндігінше плагин аз болу керек. Әрине, бірақ қажет болса, қажет плагинді орнатуға тиіссіз. Мысалы, вирустардан, хакерлерден қорғап тұратын, спамнан қорғап тұратын плагиндерді орнатуға міндеттісіз. Онсыз сайтыңыз ұзаққа бармайды. Қолданушылар сайтыңызды тек бір өзіңіз емес, басқа да қолданушыларға мүмкіндік беріп, құпия сөз беріп, мүмкіндік беруіңізге болады, құқық беруіңізге болады. Бірнеше қолданушы кіріп, сайтпен шұғылдануы мүмкін. Ол да жақсы, көмекшіңіз болады, басқа болады. Осы жерде тіркелу керек. Тіркеп қоясыз, болды, кіріп жұмысын істей береді. Құрал саймандары бар, көптеген құрал саймандар бар. Ол да бөлек әңгіме. Баптаулары дейді. Бұл баптауларды бірінші осылай кірген кезде міндетті түрде ашып, алғашқы кіргеннен ақ туралап қоятын баптаулары бар. Оларды міндетті түрде баптау жасауымыз керек. Ол да бөлек әңгіме. Қазір бұның барлығына кірмеймін. Ал енді дәл осы жерден сіз сайтыңыздың өзін көруіңізге болады. Ол үшін жоғарыдағы алғашқы сайт деген батырмаға барсаңыз, баспаңыз, тышқанда барсаңыз болды. Астынан перейти на сайт деп шығады. Сол перейти на сайт дегенде бір шертсеңіз, сіз сайтыңыздың қандай екенін бірінші рет көресіз. Қасына шығатын шығар қазір. Міне басам, осыны шертем. Міне перейти на сайт деп бастым. Қасына шықпайтын болды, міне осының орнына шығатын болды. Әкімшілік беттің орнына шықты. Міне сайтыңыздың алғашқы беті қарасаңыз бос, ештеңе жоқ, тек қана бір-екі жазу бар. Өйткені сайтыңызды әлі сіз дайындап жасап бастаған жоқсыздар. Сізге сайтты жасайтын орында беттерді дайындап беріп тұр. Ал ішін өзіңіз толтырасыз. Тақырыбына сурет қоясыз, тақырыбын жазасыз, басқа да мәтіндеріңізді енгізесіз. Ол енді үлкен жауапты жұмыс енді ары қарай. Сондықтан ары қарай біз бармай қойық, әкімшілік бетке қайтайық. Ол үшін сайттағы кері қарай деген тілшені бассаңыз, біз бағанағы әкімшілік бетіне қайтып келеміз. Ал міне сайтты орнаттық, енді сайттың ақпараттарын, материалдарын осы жерден енгізіп жұмыс істеуге болады. Мына шығып тұрған нәрсені міне жауап тастасақ та болады. Басқа бөліктерін де әртүрлі өзгертуге болады. Барлық мүмкіндік бар. Ал енді әкімшілік беттен шығып кетейік біз енді. Ол үшін оң жақта жоғарыда, оны мен атап көрсете салайын міне. Оң жақ жоғарыда міне привет деп сайттың атын жазып тұрады. Сол жерде кішкентай бір адамның сүрбесі тұр. Ол жерге болашағы өзіңіздің суретіңізді қойып қойсаңыз да болады. Қазірше қажет жоқ. Міне сол адамның суретін немесе суретіне барсаңыз, тышқанда барсаңыз, немесе ана привет Арман деген үстіне алып барсаңыз, кішкентай міне мәсір шығады. Сол жерден выйти, яғни шығыңыз деген команда тұрады. Изменить профиль дейді. Ол жерде профильге кірсеңіз, суретіңізді қоюға болады. Және кейбір баптауларды өзгертуге болады. Мысалы, сайттың атын өзгертуге болады. Қазірше оның бәріне тимейміз. Шығу командасын басып, әкімшілік беттен шығып кетейік. Міне әкімшілік бетке келді. Осы жерден де сіз сайтыңызға кіруге болады. Міне қарасаңыз төмен жақта перейти к алғашқы сайт деп тұр. Міне көрсетіп тұрмын, төмен жағына қараңыз. Сайттың тілін орысша, ағылшынша өзгертуіңізге болады екен. Міне осындай мүмкіндік бар. Мен ағылшыншаны жақсы түсінемін десеңіз, ағылшыншаға қойып алсаңыз да болады. Бірақ сайттың ішінде қазақша жаза беруіңізге, қазақша мәтінді мақалаларды енгізіп бере беруіңізге болады. Еркін оның бәрі көрсетіледі. Оның бәрін көресіз кейін. Сонымен міне осы жерден сайттың бетіне баруыңызға да болады. Міне шерттім, міне бағанағы сайттың бірінші бетін ашты. Қайтадан әкімшілікке өтейік. Міне сайтыңызға басқаша баруға да болады енді. Ол үшін мен мынаны өшіріп тастайын қазір. Басқа бет ашайын.
сайтыңызға міне кез келген браузерді ашасыз. Сөйтіп бағанағы өзіңіз берген сайтыңыздың адресін бересіз. Міне мектеп KZ. Мектеп KZ. Сайтыңызда адресін бересіз. Содан кейін анау VP логин деген басқа шыққандардың бәрін өшіріп тастаңыз. Тек сайтыңыздың адресін қалдырып, міне ентерді басыңыз. Сонда сіздің локал сервердегі сайтыңыз ашылады. Ал басты. Міне бағанағы сайтыңыз толыққанды іске қосылып тұр. Тағы да бір ескертемін. Интернеттен біз көрінбейтіндей қылып локал серверден жауып тастағанбыз. Интернеттен көрінбейді. Тек қана сіздің компьютеріңізден көре аласыз және осы сайтпен жұмыс істеп жетілдіре аласыз. Жақсы дайын болды деген кезде локал серверден тікелей хостингке көшіруге болады. Немесе бәрін үйреніп алғаннан кейін, қандай болатынын біліп, макетін жасап алғаннан кейін, сіз хостингте дәл осы сайтты сол күйінде жылдам ғана жасап тастай аласыз. Өйткені сіз үлкен тәжірибенің төсіз. Міне осындай екі әртүрлі мүмкіндіктер бар. Міне осымен аяқтайық. Сайтымыз жасалды. Міне бірінші алғашқы сайтымыз құтты болсын. Ары қарай дамытыңыз, шұғылданыңыз, зерттеңіздер, тәжірибе жасаңыздар, үйреніңіздер, оқушыларға үйретіңіздер міндетті түрде. Жақсы, келесі сабақтарда жүздескенше